Сіздер бүгін сіздерге айтар бір бәлем бар, соны тыңдаңдар. Хейтерлерде подписчиктерімді тыңдаңдар. Подписчиктерім қарап отырсаңдар, рахмет. Ал хейтерлер, сендер көрсеңдер жауап беріңдер. Короче, менде көп адамдар көрмейді. Не үшін? Өйткені мен өйтіп көп түсірмей кеттім, сол үшін. Мен негізі 2024-тен бастап өзімнің мақсатым бар енді. 50 000 подписчик болып, құттықтап, 50 000, 100 000 подписчик болып деп өзіме мақсат қойғам. Келе жатырмын мен мақсатыма. Өзімді поддержка етем. Ата-анамды поддержка етеді. Давай, көркем, сен қолынан келеді деп. Мен бүйтіп келе жатқан адаммын негізі. Бүйтіп видеолардың үстіне видеолар түсіріп жатырмын мен. 100 000 подписчик болушым, хотя 40 000 подписчик болушым. Мен соның бәріне тырысып жатырмын. Сіздер подписчиктерім. Подписчиктерім мысалы маған лайк басқанын. Мысалы, жүрек деген бір қыз, аты емес, жүрек бір фонда, соны ғана айтайын. Негізі басқаларды андай, мен комментарийден оқып жатырмын, дым жазбағансыздар. Менің қолдаған адамдар жазып жатыр, комментарий емес, лайк басып жатыр хотя бы. Ал мен тиктокымда, бұрында ютубта менде өзімде мақсат болған. Мен ютубымды тастамам, бүйтпеймін. Менде 100 000 подписчик болады, мен сол мақсатыма жетем. Ал мен жеттім бе? Қыздар, олар мен көрдіңдер ме мен жеткенімді? Жоқ, менде 29, 34 қана мен подписчик. А мен сестренкамды қарады. 37 подписчик бар. Ол өйткені күн мен кешке дейін видео. А мен ше тиктоктамын. Кімін жаман ай көркем. Ютуб түсірмейді кім ай көркем. Бәлі адамдар қазір ютуб түсіреді. Ютубта жүреді олар. Мен неге ютуб бола алмайын? Өйткені менде подписчиктер жоқ. Подписчиктер болса, 100 000 лайк болса, мені шақырады. Сіздер мені көресіздер, сөйтесіздер, қолдаған адамдар сөйтіп жатыр. Ай көркем, давай деп. Мысалы мені қолдап жатқан ата-аналарым, менің подругам, бәрі мақтап жатыр. Сен қолыңнан келеді деп. Ал сіздер, менің подписчиктерім білемейсіздер. Сіздер маған подписка еттіңіздер. Мен қуандым. Өйткені мен подписка жасаған адамдарды көрдім. Олар маған қатты мейірімді болды. Маған ұнады. Сіз маған бұрында подписчигім, ай көркем, мен сені жақсы көремін, менің атымды, мен атын ұмыт қалдым бір қыз. Маған видео істеген. Мен оған сәлем деп жазайын. Ол қуанып қалды. Осындай адамдар көп болады. Маған видео жолдайды кейбірлер. Комментариймен жаза алмайды онда. Өйткені орда мысалға басқа тілден шығары қайдан білесіңдер. Видео көргенде мен қуанып қалдым қатты. Сестренкасы бар екен. Өзі өркен қыз менен. Мен көргенде жылап қалдым кішкене. Мен оған рахмет айтам, мені қолдаған үшін. Подписчиктерім сіздерге де, ал хейтерлерге сендермен басқаша сөйлесем қазір. Менің подписчиктерім мен асыл. Мен тиктокқа көшіп кеткен себебім менде бұрында 2024-тен бастап подписчигім көп бола ма деген жоқ. Сол үшін менде подписчик аз, веселай, ондай жоқ. Сол үшін мен тиктокқа көшіп кеттім. Қазір тиктокта менің 3 подписчикім бар. Соларға да рахмет оларға да. Лайкым 67-ден асып жатыр. Көп емес лайкым. Бірақ подписациялар көп. 21 подписацияма 24 пе екеуінің аралары. Мен оларға көп айтам. Бұяқта да менде 34. Мен оларға да рахмет айтам. Енді қача тиктокымды бастап жүргізіп жатса, егер көп деген андай тиктокқа бар, ютубқа бар деп жатса, онда барам ютубқа. Сосын тиктокта қайран ай көркем деп жасаңдар, шығамын. Ютубқа түсіргенді қаласаңдар, мен енді хейтерлермен сөйлесем. Сіздер хейтерлер тыңдаңыздар. Хейтерлер алдында мен тиктоктан, ютубтан кетем деп жазайын. Ал хейтер айтады, кетсең кете бердім қыз емес. Қазақ бір-біріне үйтіп сөйлеспейді. Ұнамасаң көрмей қой,
Ұнаватыр ма мен саған? Ұнаватыр ма? Ұнамасам көрмей қой. Подписчиктерім көреді мені. Ойбай, көру керек, да көр деп аз деп. Мен сендерді қинамаймын. Өздерің көре беріңдер. Мен сендерді қинап жатқан жоқпын. Көр деп айтып жатқан жоқпын. Хейтерлер болса екінші жасын полицияға беремін. Сол үшін маған хейтер жазбаңдар. Дұрыстап айтқыларың келсе, айтып өткен деп асықпайтындар. Хейтерлер сразу емес. Хейтерлер маған ұнамайды. Ұнаса сразу полиция немесе сотқа. Екеуінің біреуі. Немесе жылы сөзбен жай айт. Хейтер, наир ұнамайды деп айт. Сразу резко емес. Резко болса мен де резко жасап жүрем. Түсіндер ме? Ал қазір қолдап атқандар мені тұр мен. Сол үшін сен бай-бай. Хейтерлер керек.